Желіде жедел ақпарат. Ринат Саитов елді не деп шулатып жатыр? Сәлем қымбат көрермен, сіз білген және күткен арнаңыз алаңызға қайта оралды. Біз сізге ең жақсысын ұсынамыз. Жұмысымыз жауапсыз қалдырмау үшін видео астына бір дана лайк белгісін басып қойыңыз. Сіз басқан болсаңыз, ендеше біз бастаймыз. Мәжіліске әркімнің ақ бар таласы, сонда да олардың бар таңдамасы дейміз бе, қайтеміз. Депутаттыққа құдай салмасын құрт-құмырсқа бақаша аянға дейін үміткер болып жатыр. Олардың қатарында кімдер бар? Ринат Саитов елді тағы не деп шулатып жатыр? Ендігі сайлау өткендегілерінен қандай ерекшеленбек? Наурыздың 19-ында өтетін мәжіліс сайлауының ел назарын аударған басты ерекшелігі депутаттықтан үміткерлерге мажоритарлық жүйемен бәсекеге түсуге мүмкіндік берілгендігі мәлім. Сол себепті де кезекті саяси науқанның жартарасындағы ақысы жоғары боп тұр. Бұрыннан бері биліктен шет қақпай тұрып партиясын тіркете алмай келе жатқан саяси белсенділер қоғамның әр саласында жүрсе де, мамандығы әртүрлі болса да, азаматтық белсенділік танытып қазіргі интернет дәуірінде әлеуметтік желіде танымал болған тұлғалар ел үмітін ақтауға жаппай ниет танытып отыр. Күні ертең үміткерлерді тіркеуді тамамдайтын күнде округқа барып, құжатын өткізіп алғашқы сәттен сүрінбей отып қуанышын сүйіншілік жатқандары да бар. Олардың арасында Ермұрат Бапи, Рысбек Сәрсенбай жайлы белсенділер де бар. Ескі жүйеден шаршаған жұрт парламенттен көргісі келетін осынау танымал тұлғалардың жолы тақтайдай даңғыл деп айта алмаймыз. Әкімшілік кедергілер, ақпараттық шабуылдар күн сайын алдынан шығуда. Басқа да жаңалықтарды білгіңіз келсе, арнамызға жазып өтіңіз қымбат көрермен, және де видеоролигімізге пайдалы болған болса, жақындарыңызға таратуды және лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау, сәлеметте болыңыздар.